Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгін 3-ші сынып математика 39-40 сабақты бастаймыз. Тақырып өзіңді тексер. Алдымен видеоға лайк басып, каналыма тіркеліп, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар, е? Мен өзімнің жетістіктерімді тексеремін. Қарайғы білу, көбейту кестесін білемін деп берілген есепті шығарамыз. Мына жерде торкөз берілген бос орын, біз сол жерді табуымыз керек, е? Барлығын табуымыз керек. Ол үшін біз көбейту кестесін жатқа білуіміз керек, е? Қарайық. 8-ді 8-ге көбейткенде бізде 64 шығып тұр. 72-ні 9-ға бөлгенде 8 шығады. 7-ні 7-ге көбейткенде 49 шығады. 81-ді бөлеміз 9-ға, яғни 9 шығады. 7-ні көбейтеміз 9-ға, 63 шығады. 40-ты бөлеміз 5-ге, 8 шығады. Түсіну, шамалар арасындағы байланысты орнататын формуланы теңдік ретінде қолдануды түсінемін. Яғни біз берілген формуланы пайдалана алады екенбіз. Формулаларды толықтырып жаз дейді. Q дегеніміз бізде құны, P дегеніміз бағасы, S дегеніміз саны. Енді толықтырып жазайық барлығын, Құнын табу үшін бағасын санына көбейтеміз. Бағасын табу үшін құнды бөлеміз санға. Санын табу үшін құнды бөлеміз бағасына. Енді келесіне қарайғы. Ш деген жалпы шығын, Ш деген шығын, С деген саны. Енді жалпы шығынды табу үшін біз шығынды көбейтеміз санға. Ал шығынды табу үшін жалпы шығынға бөлеміз санды. Санын табу үшін жалпы шығынға бөлеміз шығынды. Яғни жалпы шығынға бөлеміз шығынды. Осылай есепті формула арқылы шығаратын болсақ, бізде есебіміз оңай. Қолдану, бір немесе екі әріптен тұратын өрнектерді жазамын, оқимын, құрастырамын дейді. Өрнектер құр деп мына жерде кесте берілген, сол бойынша есептерді шығарамыз. Мұндағы В 100-ге тең, мұндағы А 7-ге тең. Өрнектердің мәнін тап дейді. Яғни бізде В азайту 56 бөлу 7 дейді. В-ның орнына 100-ді қойып жазамыз. 100 азайту 56 бөлу 7 деп жазамыз. Енді біз бірінші бөлуді орындаймыз, екінші азайтуды орындаймыз. Жазамыз 100 азайту 56 7-ге бөлсек 8 шығады. Сонда бізде 100-ден 8 азайтқанда 92 саны шығады. Келесі 88 азайту А көбейту В. А-ның орнына 7 санын қойып жазамыз. 88 азайту А 6 көбейту 7 дейміз. Сонда бізде 6-ны 7-ге көбейтеміз, бірінші орындалады. 42 шығады. 88-ден 42-ні азайтқанда 46 саны шығады. Келесі В-ның орнына 100-ді қоямыз, А-ның орнына 7-ні қоямыз. Жазамыз, 100 азайту 49 бөлу 7. 49-ды 7-ге бөлгенде бізде 7 шығады. 100-ден 7-ні азайтсақ 93 шығады. Келесі жазамыз. 66 азайту 5 көбейту 7 деп А-ның орнына қойдық. Енді 66 азайту 35 деді. 35 дегеніміз 5 көбейту 7-нің мәні 35-ке тең. 66-дан 35-ті азайтсақ. Талдау. Есептің шартын кестеге жазып, оны шығар, қолданған формуланы жаз дейді. 63 метр матадан 1,7 костюм шығады. 85 метр матадан неше костюм тігуге болады? Соны табуымыз керек. 2-3 амалмен берілген шамалар арасындағы байланысқа берілген есептерді талдап шығара аламын. Бізде 63 метр матадан 7 костюм шыққан. Бізде бір костюмның шығыны бірдей деп тұр. Біз бірінші осыны табуымыз керек. Одан кейін 81 метр матадан осындай неше костюм тігуге болатынын табамыз. Ол үшін біз шығынды табуымыз керек, Ол үшін жалпы шығынды бөлеміз санға. Сонда бізде жалпы шығыны 63 бөлу 7 деп жазамыз. 63 метр бөлу 7. Сонда бізде 9 метр болған екен. Мына жерге жазайық. 9 метр бір костюмге кеткен шығын екен. Енді 81 метр матадан
осындай неше костюм тігілді біз табуымыз керек. Ол үшін санын табуымыз керек. Біз жалпы шығынды бөлеміз шығынға, яғни 81 метрді бөлеміз 9 метрге, сонда бізде 9 шығады. Жауабы 81 матадан 9 дана костюм тігу. Жинақтау. Жанама сұрақтармен берілген есепті құрастыра аламын дейді. Жанама сұрақтармен берілген есептерді шығарайық. Әлия 6 кітап, бұл 3 есе кем. Сырым қанша екен табуымыз керек, бірақ сырымдікіне қарағанда Әлиянікі 3 есе кем дейді. Енді төмендегі тапсырманы орындайық. Қысқаша жазылуын жанама сұрақсыз болатындай өзгертіп жаз дейді. Біз сонда жазамыз. Ол үшін Әлия 6 кітап, сырым 3 есе артық Әлияның кітабына қарағанда деп есептесек болады. Сонда 6-ны 3-ке көбейтсек 18, сырымда 18 кітап бар деп есептесек. Бағалау амалдардың орындалу реті дұрыс көрсетілгендігі мен есептелгендігін тексере аламын дейді. Амалдардың орындалу ретін көрсетуде жіберілген қатені түзет, есепте дейді. Яғни біз бұл жерде амалдардың орындалу ретін дұрыстап жазамыз. Содан кейін ары қарай есепті шығарады екенбіз. Жазайық. Бірінші жақшаның іші, екінші көбейту. Бұл жерде дұрыс көрсетілген екен. Екінші бізде бірінші жақшаның іші орындалады, екінші көбейту, үшінші бөлу. Яғни бұл жерде дұрыс емес. Келесі бізде жақшаның іші бірінші, екінші, үшінші. Дұрыс көрсетілген. Бірінші, екінші, үшінші, төртінші. Яғни бұл жерде де дұрыс көрсетілген екен. Келесіде біз жақшаның ішін бірінші, екінші, үшінші, төртінші деп амалдарды дұрыс орындау жолын жазамыз. Одан кейін ары қарай есепті шығарамыз. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта